4% несиемен көлік алу. Табысы азық-түліктен артылмайтын халық үшін қаншалықты қолжетімді? Автокредит алған тұрғындар банкке ай сайын қанша қаржы төлейді? Әріптесім Ая Мүтәлі қаладағы автосалондардың біріне барып, нарықтағы бағаны біліп қайтты. Жеңілдетілген несиедегі басты өзгеріс алғашқы жарнасы болмауы мүмкін, бірақ ол әлеуметтік осал топтағыларға ғана арналған. Сондай-ақ несие бұрынғыдай 15 емес 10 миллион теңгеге дейін беріледі. Есесіне қалған соманы қосып, қалаған отандық автомобильді алуға болады. Ал кредитті рәсімдеуге болатын мерзім 1 жылдан 7 жылға дейін. 4% несиеге отандық өндірістегі Hyundai, Lada, Renault, Vaz, Chevrolet, Kia, Jag маркалы көліктерін ғана алуға болады. Моделіне қарай олар 5 миллион теңгеден 13 миллион теңгеге дейін бағаланып отыр. Біз автосалонның біріне барып, бастапқы жарнаны төлегендегі бағаны бағамдап көрдік. Қазір су жаңа автокөліктің орташа бағасы 7 миллион деп қарайтын болсақ, мұндай машина үшін алғашқы жарна 700 мың теңге шығады. Ал ай сайын банкке 86 мың теңге төлейсіз. Бұл 7 жылға есептегендегі ақша. Сонда 7 миллион теңгелік көліктің үстем ақысы 1 миллион теңгедей. Ал көлікті алғашқы жарнасыз ала алатын тұрмысы төмен отбасыларға айына 95 мың теңге шығады. Үстем ақысы 1 миллионнан асады. Бұл 100-150 мың жалақы алып, табысы азық-түліктен артылмайтындардың қалтасына айтарлықтай салмақ салар сөзсіз. Ал президент айтқан 50 мың теңгемен күн көріп отырғандардың жағдайы айтпаса да түсінікті. Десе де автосарапшылар елде бұдан өзге қолжетімді бағдарлама болмағандықтан мұның өзіне қанағат тұтып отыр. Оның үстіне көлік бағасы жылдан жылға қымбаттайды дейді. 4% ставка. Бізде инфляцияның өзі жылына 8%, орташа санағанда 8%. Инфляцияның өзінен де жеңіп отырасыз көлікті алған кезде. Яғни сіздің көлігіңіз 7 жылдан кейін тіпті 5 миллион 690 емес, мүмкін одан да қымбат болуы мүмкін. Сондықтан сіздің жаңағы 700 мың теңгелік переплатаңыз, яғни ол рассрочка ретінде болып қалып қалуы мүмкін. Дәл осындай су жаңа автокөлікті жеңілдетілген 4% несиемен алуға болады. Бірақ бірден айтайын, бұл бағдарламаның нақты қашан және қалай іске асатыны белгісіз. Үкімет ол үшін әлі бірнеше ай уақыт қажет дейді. Ая Мүтәлі, Нұрлан Әлмұхамедов, Айбат, жаңалықтар қызметі.